Баршаларыңызға сәлем достар, бүгін сіздерге лето деп аталатын приложениемен таныстыратын боламын. Бұл приложенияны телефондарыңызға сақтау үшін App Store'ға немесе Play Market'ке лето шрифті деп жазсаңыздар шығады. Телефондарымызға сақтаймыз, енді ашқаннан кейін осындай шығады. Жалғастыру деп батырмасын басып отырамыз және де рұқсат етемін дегенді басамыз. Әр бет ашылғаннан кейін жалғастыру деп басып отырамыз. Ең соңында ақылы подписка деген тұрады. Бұл жерге, яғни другие деп басамыз да, X-ті басамыз осы жерден. Яғни бізден ешқандай ақша алынбайды. X-ті басқаннан кейін бізде міне осылай шықты. Бұл жерде көп деген шрифттардың түрлері бар. Міне біз шрифттарды қарап жатырмыз. Бұл жерде коронамен тұрғандар бұл ақылы түрдегі, ал коронасыз тұрғандар бізде ақысыз түрдегі, яғни тегін. Көп деген түрлері бар, өздеріңізге ұнаған түрін таңдай аласыздар. Бұл шрифттарды кез келген жерде қолдана аласыздар. Егер сіздер Instagram желісінде история, яғни салатын болсаңыздар, осы шрифттарды пайдалансаңыздар болады. Төменге қарай қарасаңыздар, бұл жерде шрифттардан бөлек каллиграфиялар бар, стикерлер бар және де фондық суреттер бар. Мұны біз әрқайсысын ашып көріп жатырмыз. Жаңағы бірінші болған каллиграфия, енді мұны стикерлердің түрлері, көп деген түрлері бар. Төменге қарай түсе берсеңіздер, басқа да көп деген түрлері шығады. Енді біз фондық суреттерді аштық. Мұны көп деген суреттердің түрлері бар. Әр түрлі тақырыпта көрсетілген. Ауыстыра берсеңіздер, шыға береді. Және де бұны сторисқа салатын болсаңыздар, өте креативті және де ерекше суреттер болып табылады. Енді осы фондардың ішінен біреусін пайдаланып көрейік, өздеріңізге ұнағанын таңдаңыздар. Мысалы, лес и деревья деп тұрған жерден бірінші суретті таңдап көрейік. Енді осы суретті пайдалану үшін осы суреттің үстін басамыз. Төменгі жағында көптеген функциялар бар, соны да пайдалансаңыздар болады. Мен суретті өзгертпей, суреттің өзін пайдаланатын боламын. Міне бізде осылай шықты. Енді төбедегі стрелканы басамыз. Басқаннан кейін Instagram желісіне салатын болсақ, осылай Instagram'ды таңдаймыз. Енді ваша история дегенді таңдаймыз. Міне біз фондық суретті таңдадық. Енді жаңағы лето шрифті приложениясына кіріп, ол жерден шрифт таңдайтын боламыз. Кез келген өздеріңізге ұнаған шрифтті таңдасаңыздар болады. Кез келген біреуін алайық, мысалы Gold золото деген астындағы стрелканы басамыз. Басқаннан кейін өзімізге қажетті текстімізді жазамыз. Мысалы, мен өзімнің атымды жаза салдым. Енді жазуымызды жазып болғаннан кейін төбедегі стрелканы басамыз. Басқаннан кейін осылай шығады, сол жерден копировать деп басамыз. Енді Instagram'ға кіреміз, жаңағы дайындап қойған суретіміздің үстіне вставить десек, міне біздің жаңағы текстіміз шықты. Бұл текст біздің фонмен сәйкес келмеді, сол себептен басқасын алып көретін боламыз. Байқап қарасаңыздар, егер өздеріңізге ұнаған шрифтті таңдап, стрелканы бассаңыздар, жаңағы ең бірінші жазған тексттеріңіз шығады. Ол тексті кез келген уақытта ауыстыра берсеңіздер болады. Міне біз жаңағы текстің орнына басқа текст жазып шықтық. Міне осылай өздеріңізге ұнаған шрифтті таңдап, кез келген тексті жаза берсеңіздер болады. Міне біздің шрифтіміз және фонымыз осылай шықты. Енді басқа фонмен және де басқа шрифтті пайдаланып жазып көрейік. Міне телефондарыңыздағы лето шрифт деп аталатын приложение арқылы кез келген фонды және де кез келген шрифтті таңдау арқылы кез келген интернет желісінде сторис немесе публикация жасай аласыздар. Егер сіздерге осы видео ұнаса, менің каналыма лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда басқа да көп деген пайдалы ақпараттар шығатын болады. Сол себептен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.